Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бірінші сынып ана тілі. 66-шы сабақ. Сабақтың тақырыбы: заттың атын білдіретін сөздер. Олай болса, бірінші жаттығу: өлеңді мәнерлеп оқы. Өлеңнің тақырыбы топта керек, доста керек деп аталады екен. Олай болса, өлең жолдарын мұқият тыңдаймыз. Күні бойы доп тебем. Доп тепкенде дөп тебем. Жүгіремін қуалап. Жеке ойнауды жек көрем. Жақсы екен доп деген. Тебе білсең еппенен. Достар таптым көптеген. Ғалымбек Жұматов деген кісінің өлең жолдарынан үзінді болатын. Балалар, біздің сабағымыздың тақырыбы заттың атын білдіретін сөздер еді. Олай болса, өлең жолдарынан біз қандай заттың атын білдіретін сөздер бар екенін талқылайық. Ол үшін бірінші, балалар, біз сендермен доп ойнауды ұнатасың ба? Сол туралы әңгімелесейік. Өз ойыңмен бөлісіп көрші. Әрине, бізге доп ойнаған өте қызықты болады. Ұнайды барлығымызға. Доппен тағы қандай ойын ойнайсың? Доппен қандай ойын түрлері бар? Балалар, әлемдегі бірінші ойын болып есептелетін футбол ойыны бар. Ол барлығымызға таныс. Ол ойын немен ойналады? Доппен ойналады. Осыны есте сақта. Әлемдегі номері бірінші ойын болып түрі болып саналады. Балалар, өлеңнен кім, не сұрақтарына жауап беретін сөздерді тауып көрейік. Қане, балалар, біз өлеңді мәнерлеп оқыдық. Күні бойы доп тебем деп бірінші өлең жолында қай сөз, кім немесе не деген сұраққа жауап беріп тұр? Әрине, доп деген сөз. Доп дегеннің жаны бар ма? Жансыз. Олай болса, біз қандай сұрақ қоямыз? Не деген сұрақ қоямыз? Өте тамаша. Доптың атын білдіріп тұр. Ол заттың аты не? Ол доп, әрине. Доп екен біліп жарайсыңдар. Доп деген сөзге не деген сұрақ қоямыз? Балалар, біз допты жеке ойнаған ұнай ма? Бір өзің добың болса, өзің ғана ойнаған ұнай ма сендерге? Әрине, ол өте қызықсыз. Добың болса, досыңмен бірге ойнаған өте тамаша екен, достарыңмен ойнайды екенбіз. Енді қараңызшы, достар таптым көптеген. Бұл жерде балалар, достар таптым көптеген дегенде, достар дегенге сұрақ қойып көріңдерші. Әрине, дос деген кім? Ол адам. Яғни оның жаны бар. Біз жаны бар адам, кісі есімдеріне қандай сұрақ қоятын едік? Әрине, кім деп сұрақ қояды. Ал көпше түрінде кімдер деп сұрақ қояды. Яғни бұл жерде достар, кімдер, көпше түрінде, яғни достар дегеннің жаны бар. Ол адамдардан құралады ғой. Яғни сенің ол кез келген достарың болуы мүмкін, сыныптастарың болуы мүмкін, мүмкін өзің аулаңда бірге ойнайтын досың болуы мүмкін, балалар. Олардың барлығы адам өзің сияқты. Яғни олар кісі болса, адам болса, кім деген сұрақ қояды екенбіз. Өте тамаша. Яғни бұл өлең жолында дос дегенге не кім дейміз? Достар болса, кімдер дейміз? Доп болса, не көпше түрде? Доптар болса,
нелер деген сұрақ қоямыз. Жарайсыңдар. Балалар, осымен бүгінгі сабақты сендер өте жақсы түсінді деген ойдамын. Балалар, олай болса, екінші жаттығуды орындайық. Сөйлемдерді көшіріп жаз. Балалар, топ ойнады. Ержан қақпашы болды. Бүгін ойын қызықты өтті. Кім немесе не сұрақтарына жауап беретін сөздердің астын сызуды ұмытпаңдар. Балалар, сендер тапсырманы дұрыс орындайды деген үлкен сенімдемін. Көшіріп жазған кезде өте мұқият болыңдар. Және көркем жазамыз. Үшінші жаттығу. Суреттер бойынша мәтін құра. Балалар, біз суреттен не көріп тұрмыз? Немесе кімдерді көріп тұрмыз? Бұл жерде оқушылар, немесе достар деп айтуға болады, немесе әрбіріне Айжан, Анар, Алан, немесе Батыр деген кісі есімдерін қойып, немесе өз кісі есімдерін қойып, мәтін құрап көріңдерші. Қане, достар деп сұрақ. Біз бүгін менің достарым деген мәтіннің атын құрастырайық. Ары қарай өзің кім не істеп жатқаны туралы әңгімелеп мәтін құрап көр. Мысалы, Айжан секірмек секіріп жатыр. Ол жанындағы досымен бірге аулада ойнап жүр. Алан ауыр салмақта өзінің жаттығу залына келіп жаттығу жасап жатыр десек болады. Ары қарай өз ойымен бөліс. Сендерді тапсырманы қиналмай орындайды деген ойдамын. Балалар, барлық тапсырмалардан керемет орындап шықтыңдар. Олай болса, сендерге қосымша тапсырма. Сурет атауын жаз, және дыбыстық талдау жаса, және буынға бөл. Балалар, бұл тапсырманы сендер өте тез орындайды деген ойдамын. Тапсырманы орындап болып, өз ұстаздарыңмен тексертуді ұмытпаңдар. Олай болса, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар балалар.